Келесі пирогымыз біздің банафи пай. Ол жасау үшін ең бірінші ұнымызға сахарная пудра саламыз. Разрыхлителімізді саламыз. И сары майымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Кейіннен ішіне жұмыртқамызды саламыз. Барлығын араластырып, осындай песочный тесто жасаймыз. Холодильникке кемі жарты сағатқа қойып қоямыз. Жарты сағат өткеннен кейін формамызды алып, қамырымызды осылай жайып шығамыз. Астын вилкамен жақсылап тесіп, 170 градусқа 30-35 минутта пісіріп аламыз. Міндетті түрде осылай тесуді ұмытпаймыз, болмаса қамырымыз көтеріліп кетеді қатты. Енді кремімізді дайындаймыз. Ол үшін 33%-тен жоғары сливкиді аламыз. Өлшеп аламыз барлығын. Ішіне сахарная пудра салып, миксерлейміз. Пісіріп алған коржымызға вареный сгущенканы жағамыз. Вареный сгущенка качествосы жақсысын қолданыңыздар. Деповский болмаса килограммдық сатып алатын қолдансаңыздар болады. Осылай жағып шығамыз. Кем 1-2 қасық жетеді. И бананымызды осылай қойып шығамыз. Кішкентай 2 банан болмаса үлкен 1 банан жетеді. Кейін дайын болған кремімізді, осындай болады креміміз. Кулекқа салып, осылай кремді жағып шығамыз бетіне. Насадка кәдімгі выпипайдың креміне арналған, насадканы пайдалансаңыздар болады. Бетіне сәндік үшін осындай фисташковая муканы сеуіп шықтым. Міне қараңыздар, өте дәмді банафи пай деген пирогымыз дайын болды. Дәмі өте керемет. Песочный тестоның өзі өте жұмсақ, әдемі болады.